Ассалаумағалейкум, құрметті қымбаттылар. Қазақстандағы және әлемдегі болып жатқан ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Егер сіз жазылған болсаңыз, онда біз бастадық. Енді Қазақстанда дүкендер мен сауда нысандарының жалдау ақысын жылына бір рет қана көтеруге рұқсат етіледі, деп хабарлайды Талонеус КЗ. Сауда және интеграция министрі Арман Шаққалиевтің айтуынша, мұндай ереже қазір ірі сауда орталықтары мен базарларда қолданылып жүр. Енді ол барлық сауда орындарына енгізілмек. Бұған дейін министрлік әлеуметтік маңызы бар азық-түлікке сауда үстемесін бақылауды күшейткен еді. Үкіметтің мәліметінше, қазір Қазақстандағы өндіріс көлемі ішкі нарықты толық қамтамасыз етіп отыр. Еске салайық, сауда және интеграция министрі Арман Шаққалиев 2025 жылғы 23 қыркүйекте үкімет отырысында азық-түлік бағасын тұрақтандыру және атқарылып жатқан шаралар туралы баяндаған еді. Министрдің айтуынша, көкөніс тобы бойынша тамыз айының басынан бері бағаның өсу қарқыны орта есеппен 2,5 есеге төмендетілген. Бұл әсіресе картоп, сәбіз және пиязға қатысты. Сүт өнімдері тобы жыл басынан бері шамалы қымбаттады. Орта есеппен 5,7%-ға. Қымбаттау өзіндік құнның өсуімен байланысты. Тұз, жұмыртқа, картоп және күнбағыс майының отандық өндірушілермен жыл соңына дейін бағаны бекіту жөнінде меморандумға қол қойылды. Ал макарон, ұн және күрішке теріс индекс байқалады, деді Арман Шаққалиев. Оның сөзінше, баға индексінің өсуіне негізгі үлесті сиыр еті қосқан. Соңғы бірнеше жылда тарифтердің жыл сайынғы өсуіне қарамастан, сиыр етінің бағасы тежеліп келді. Соның нәтижесінде оның құны ең қолжетімді әрі көршілес елдерге сұраныс жоғары болғандықтан экспортқа тартымды болып отыр, деп түсіндірді министр. Айта кетейік, ішкі нарықты толықтыру мақсатында 15 мамырдан бастап тірі малды әкетуге тыйым салынған. Сондай-ақ етті әкетуге ветеринарлық бақылаудан күшейту және сиыр етін экспорттауды тек ет өңдеу кәсіпорындарында квоталау ұсыныстары қолдау тапты. Бұған қоса, сиыр еті бойынша сауда желілерімен келісімге қол жеткізілді. Соған сәйкес, фермерлердің етті тікелей сауда орындарына жеткізу қамтамасыз етіледі. Ішкі нарықты қамтамасыз етуге қажетті көлемді ауыл шаруашылығы министрлігі орындап береді. Бақылау шаралары мен делдалдық схемаларды тергеу жөніндегі комиссия жұмысы аясында өнімсіз делдалдар анықталып, жойылып жатыр, деп сендірді сауда министрі. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.